Саламатсыздар ма? Мен Жамбыл облысы Сарысу ауданы Жайылма ауылы Айтеке би атындағы орта мектебінің тарих пәнінің мұғалімі Қалдыбекова Нұргүл Зұлқарнайевнамын. Бүгінгі менің алып отырған тақырыбым 7 сыныптарға арналған Қазақстан тарихынан болады. Бүгінгі тақырыптың мәнін ашу үшін, бұл тақырыптың кім жайында екендігін білу үшін кішкене мына тапсырманы орындап жіберсек болады. Яғни бұл кім? Жазушы, ақын, ағартушы, этнограф, жаңашыл педагог, балалар әдебиетінің атасы, аудармашы, қоғам қайраткері. Яғни бұл жерде біз жаңашыл педагог, балалар әдебиетінің атасы дегеннен ақ кім екені бірден есімізге түсе кетеді. Яғни Ыбырай Алтынсарин. Бүгінгі біздің тақырыбымыз Ыбырай Алтынсарин көрнекті ағартушы. Осы бүгінгі тақырыптың зерттеу сұрағы Алтынсариннің педагогика саласындағы жаңашылдығы неден байқалады? Және де осы бүгінгі тақырыбымыздың оқу мақсаты Алтынсариннің ағарту саласына қосқан үлесін бағалау. Бүгінгі сабақтың бағалау критерийлері алғашқы кәсіптік мектептердің қалыптасуын сипаттайды. Ыбырай Алтынсарин білім мен ғылымға қосқан еңбектерінің маңызын ашады. Баспасөздің қалыптасуының ағартушылық рөлін анықтайды. Енді бүгінгі тақырыпқа тоқтала кететін болсақ, Ыбырай Алтынсарин қазақ балалар әдебиетінің атасы, ұлы ұстаз. Ыбырай Алтынсарин 1841 жылы Қостанай облысы Қостанай ауданында дүниеге келген. Ол өзінің әкесі Алтынсары 4 жасар кезінде қайтыс болады да, атасы Ыбырай атасының қолында Балғожа бидің тәрбиесінде өседі. Ыбырайдың зерттеулері мен қызығушылығы қандай салалар бойынша артқан екенін біз мына тақырыптардан біле аламыз. Яғни тарих саласы, этнография, педагогика, лингвистика және фольклор болып табылады. Енді осы Ыбырай Алтынсариннің өмір дерегіне тоқтала кететін болсақ, ол 1850 жылы Орынборда шекаралық комиссия жанынан қазақ балаларына арналған 7 жылдық орыс-қазақ мектебінде білім алып, 1857 жылы алтын медальмен бітіріп шығады. Осы мектеп қабырғасында жүргенде орыс тілі, көркем жазу, арифметика, татар тілі, мұсылман дін ілімі, іс қағаздарын жүргізу салалары бойынша да білім қосымша алады. Және де 1857 жылы мектепті бітіргеннен кейін Орынбор облыстық басқармасында кеңсе қызметкері, 1859 жылы тілмаш болып қызмет атқарған. 1860 жылы Торғайда бастауыш мектеп ашылып, сол мектепке орыс тілінің мұғалімі болып тағайындалады. Ал 1868 жылы Торғай уездік басқармасына іс жүргізуші ретінде қызметке орналасып, уезд бастығының аға көмекшісі уақытша судья міндеттерін қатар атқарып жүреді. 1879 жылы Торғай губерниясының мектеп инспекторы қызметіне тағайындалады. Ал 1888 жылы Ырғыз қаласында қазақ қыздарын оқытатын мектеп-интернат ашады. 1891 жылы Торғайда, 1893 жылы Қостанайда, 1896 жылы Ақтөбеде интернаты бар қыздар училищесі жұмыс істей бастайды. Осы жұмыс училищелеріне көптеген қызмет атқарады. Осы Ыбырай Алтынсариннің бізге қалған еңбегі қазақ хрестоматиясы және қазақтарға орыс тілін үйретуге алғашқы басшылық деген кітаптары жарық көреді. Яғни бұл кітаптарда жаңағы орыс қазақ мектептері мұғалімдеріне оқулық көмекші ретінде орыс педагогтері мен жазушыларының еңбектері мен оқулықтарын да қоса ұсынады. Яғни олар Учинскийдің балалар әлемі, Бунаковтың әліпби және мектеп пен үйде оқуға арналған кітабы, Криловтың мысалдары, Тихомировтың грамматиканың қарапайым курсы, көркем жазу еңбектері, тағы да сол сияқты көптеген еңбектерді ұсынады. Ыбырай Алтынсарин өзінің балаларға арнаған шығармашылығында еңбексүйгіштік,
адалдық пен шыншылдықты насихаттау арқылы балаларды өнегелі, өнерлі, білімді болуға шақырады. Ол ұлттық әдебиеттің қазақ әдеби тілінің қалыптасуы үшін жемісті еңбек еткен. Ыбырай Алтынсарин қазақ халқының рухани мәдениетін қызыға зерттеп, Орынбор ведомствосы қазақтарының құда түсу мен үйлену тойы кезіндегі әдет-ғұрыптарының очерктері және Орынбор ведомствосы қазақтарының өлген адамды жерлеу және оған ас беру дәстүрінің очеркі атты еңбектерін жазады. Аталмыш еңбектер қазақ халқының дәстүрлі рухани мұраларына деректік негіз болатын маңызды еңбек болып қалады. Ыбырай Алтынсарин қазақ елінің оқу-ағарту ісінің кәсіби дамуына сара жол салған тарихи тұлға. Яғни қазақ халқы Ыбырай Алтынсаринді ұстаздардың ұстазы деп таниды. Ол тұңғыш педагог. Өмірінің соңғы жылдарында Қостанай қаласында тұрып, 1889 жылы қайтыс болған. Және де осы Ыбырай Алтынсариннің туралы кішкене видеоролик сіздерге көрсете кетейін. Ыбырай Алтынсарин, шын аты Ибрахим, 1841-1889 жылдар аралығында өмір сүрген қазақтың аса көрнекті ағартушы педагогі, жазушы, этнограф, фольклоршы, қоғам қайраткері. Ыбырай 1841 жылы қазан айының 20-сында қазіргі Қостанай облысы Қостанай ауданында дүниеге келді. 3-4 жасында әкесі Алтынсары қайтыс болып, атасы Балғожаның қолында өсіп тәрбиеленеді. Қыпшақ тайпасының ұзын руынан шыққан. Атасы Балғожа би өз аймағының атақты кісілерінің бірі болған. Ел ішіндегі көп билікті қолында ұстаған би. Орынбор әкімшілігінің алдында да беделді, белгілі кісі болған. Замана беталысын өзінше болжаған Балғожа табысқа жетудің ендігі жолы оқу деп біледі. Сөйтіп немересі кішкентай Ыбырайды Орынборда ашылады деп күтілген орыс қазақ мектебіне күні бұрын жаздырып қояды. Бидің ондағы мақсаты әрине немересінің бала оқытып педагог болуы емес, әкімшілік орындарда жұмыс істеп, шенеунік орысша оқыған төре болып шығуы, ата-анасының асырауы. Әлгі мектеп ақыры 1850 жылы ашылады да, оған қабылданған 30 қазақ баласының бірі 9 жасар Ыбырай болады. Ыбырай мектепте сабақты ынта қойып оқиды. 1857 жылы оқуын өте жақсы деген бағамен бітіріп шығып, 1859 жылдың тамызына дейін өзінің туған елінде тілмаштық қызмет атқарады. Қалада оқып, қазақ даласына беймәлім жаңалықтардан хабардар болып, ой-өрісі кеңейген зерделі бозбаланың 2 жылда елде болуы қазақ қоғамының жағдайын тереңірек түсініп, жаңаша сезінуіне, өзіндік ойға келуіне мүмкіндік береді. 1859 жылы Ыбырай Алтынсарин атасының жақсы танысы, сыйлас кісісі, Орынбордағы шекаралық комиссияның төрағасы, шығыстанушы белгілі ғалым профессор Григорьевпен жақын танысады. Ол Ыбырайға қамқорлықпен қарап, оған өзінің бай кітапханасын еркін пайдалануына жағдай жасайды. Ыбырай Григорьевтің кітапханасынан орыс жазушыларының шығармаларын, орыс және дүниежүзі ағартушы педагогтерінің еңбектерін, ұлы адамдардың өмірі жайындағы кітаптарды алып, бас алмай оқыған. Мерзімдік басылымдарды оқып тұрған. Өз бетімен көп ізденіп, білім қорын молайта келе, Ыбырай өзінің алдына тілмаш болуды емес, туған халқына пайдалырақ басқа бір қызмет істеуді мақсат етіп қояды. Оның ынтасы ағартушылыққа ауады. 1860 жылы Жайықтың шығысындағы қазақтар үшін 4 бастауыш мектеп ашылған кезде Ыбырай өзі сұранып, Торғай мектебіне мұғалім болуға рұқсат алып, сонда келеді. Бірақ мектеп бірден ашыла қоймайды. Бұл аралықта Ыбырай ел ішінде мектептің пайдасын түсініп, біраз баланы өз үйінде оқытады. Торғай мектебі 1864 жылы ғана ашылады. Осы жылы қаңтардың 8 күні көптен күткен ісім орнына келіп, мектеп ашылды. Оған 14 қазақ баласы кірді. Бәрі де жақсы, есті балалар. Мен балаларды оқытуға
қойға шапқан аш қасқырдай қызу кірістім деп жазады ол белгілі шығыстанушы профессор Ильминскийге жолдаған хатында. Ыбырай мектептегі сабақ пен тәрбие жұмысын сол кездегі орыс мектептері үлгісінде құрады. Сабақты қазақ тілінде жүргізе отырып, ол балаларға орыс тілін үйретуге, пән негіздерінен білім беруге тырысады. Тәрбие жұмысын адамгершілігі мол, жаңа ұрпақ тәрбиелеп шығаруға бейімдейді. Ыбырай мәдениет пен білім жолына халқының өте ынталы екенін жақсы ұғады. Бұл оны жігерлендіре түседі. Қазақтар мені құшағын жая қарсы алды. Мектепке балаларын беруге ынталы адамдар толып жатыр, деп жазады ол бір хатында. Ыбырай Ильминскийге жазған әлгі хатында тағы да былай дейді. Қазақ даласын 3 жылдай аралаған сіздің қазақ халқы ұғымтал, ақылды, дарынды, бірақ оқымаған халық дейтініңізге мен сенемін. Қазақ халқы қарапайым, өнері жоқ халық. Бірақ біз қарапайымдылықтың өзінен де көп жақсылық табамыз. Туған халқы туралы мұндай ой Ыбырайдың демократиялық көзқарасына негіз болды және оны сеніммен жұмыс істеуге шабыттандырды. Сонымен бірге Ыбырай ел ішіндегі әлеуметтік теңсіздік, әділетсіздікті де көре білді. Әкімдердің зорлықшыл, сорақы қылықтарын сынға алды. Олардан қарапайым халықты қорғады. Қызмет бабында мен қазақтармен жиі ұстасып қаламын деп жазды ол 1864 жылы Ильминскийге. Олардың ішінде менің өз туысқандарым да бар. Олардың сырын жақсы білемін, көбін тіпті жек көремін. Қазақ арасындағы қызмет адамдарында көңілім тіпті сүймейді. Олар кедей қазақтарды қарсылық көрсете алмай, қасқырдың аузында жем болатын қорғансыз момындарды, адамшылықтың шегінен шыға, арсыздықпен тонайды, талайды. Соларды көргенде өте қатты күйінемін. Осы елдің күшті жемқорларының бірі өздерінің істеп жүрген істерін менің жақтырмайтынымды біліп қалды. Сондықтан мені бұл арадан қуып жіберудің амалын істеп жүр. Ыбырайдың ағартушылық демократтық көзқарастары осылайша қалыптасып дамыды. Қоғамдық әділетсіздік пен адам бойындағы ұнамсыз мінездерге қарсы күресу үшін ол ел ішінде білім, өнер тарату ісін кеңейте беру керек деп ұғады. Сол ниетпен бар күш-жігерін мектеп ісіне, бала оқыту жүйесін жақсартуға жұмсайды. 1876 жылы Ыбырай Петербор, Қазан қалаларына барады. Орыстың ағартушылық жүйесін, орыс ағартушыларының еңбектерін зерттейді. Қазақ тілінде оқу құралдарын жасауды ойлайды. 1879 жылы Ыбырай Торғай облысы мектептерінің инспекторы қызметіне тағайындалады. Бұл оның ағартушылық қызметінің кең өріс алуына жол ашады. Ол европалық үлгідегі мектептер ашу ісімен шұғылданады. 1879-1883 жылдар аралығында Торғай облысының 4 уезінде жаңа мектептер ашады. 1883 жылы Торғай қаласында қолөнер мектебі ашылды. Ол қазақ даласындағы техникалық білім беретін тұңғыш оқу орын болды. Ыбырай қазақ қыздарын оқыту ісіне ерекше көңіл бөледі. Бұған ескішіл әдет салттарға қарсы күрестің бір жолы есебінде қарайды. 1887 жылы Ырғызда қыздар мектебін ұйымдастыру оның ағартушылық аса зор еңбегі. Қазақ даласында мектептер санының артуына байланысты Ыбырай мұғалімдер даярлайтын мектеп ашуды қолға алды. 1881 жылы Омбы қаласында тұңғыш мұғалімдер мектебі ашылды. Ыбырай мектептер ашу ісімен ғана шектеліп қалмады. Ол сол мектептердегі тәлім-тәрбие, оқу жұмысына айрықша мән берді. Оқу тәрбиесі ісін жаңа бағытта ұйымдастырды. Бұл ретте ол мұғалімнің атқаратын рөлін жоғары бағалады. Халық мектептері үшін ең керектісі мұғалім деп жазды ол. Ыбырай туған халқын ерекше сүйді. Оның болашағына зор сеніммен қарады. Сондықтан халық ағарту ісін айрықша шабытпен жүргізді. 1883 жылы Торғай облысының әскери губернаторына жолдаған баяндамасында ол қазақтарға осы дарынды, ақыл есі мол халыққа кешікпей рухани және қоғамдық даму жолына түсетін дұрыс бағыт беру қалай дегенмен де аса қажет болып отыр деп жазды. Осы жолда Ыбырай көп қиыншылықтарға да кездесті. Ел ішіндегі ескішілдік, парақорлық пен өсек-аян оның жанын күйзелтті. Заман осылай болған соң, амалын тауып мүмкіндігі бар жерге қазақ халқының елдігін бұзып, болашағын білдіріп жатқан жауыздыққа қарсы күресе беру керек деп санады. Мәдениетті де талантты педагог, жазушы, әрі мінезге бай, адамгершілік жолдастық қасиеті мол Ыбырай орыс зиялыларының арасында мейлінше беделді сыйлы болған. Оқулық жасау жолында оқулыққа Ыбырай мектепте қазақ балаларына білім мен тәрбие берудің басты құралы деп қарайды.
Ол балаларға ана тілін таза және ұқыптылықпен үйретеді. Шағын көркем шығармалар арқылы оларды жақсы мінез құлдыққа баулуды көздейді. Ыбырай балаларды мазмұны олардың білімін көтеретін, тақырыбы оларды қызықтыратын кітаптарды қазақтың өз тілінде басып шығару керек деп білді. Өзі 1876 жылдан бастап қазақ хрестоматиясын жазуға кірісіп, оны 1879 жылы Орынборда бастырып шығарды. Бұл кітапты құрастырғанда мен деп жазды. Ыбырай хрестоматиясының алғы сөзінде біріншіден осы біздің ана тілімізде тұңғыш шыққалы отырған жалғыз кітаптың орыс қазақ мектептерінде тәрбиеленіп жүрген қазақ балаларына оқу кітабы бола алу жағын көздедім. Қазақ хрестоматиясы балаларға арналған өлеңдер мен шағын әңгіме, новеллалардан құрастырылды. Олардың бір қатарын өзі жазды. Біразын сол кездегі орыс оқулықтарынан еркін аударып алды. Хрестоматияға қазақтың халық әдебиетінің үлгілерін де іріктеп кіргізді. Мінекей оқушылар, бүгінгі Ыбырай Алтынсарин атамыз жайында көптеген мәліметтер алдық, яғни осы бүгінгі сабағымыздағы жаңа Ыбырай Алтынсариннің Ырғыз жерінде 88 жылы қазақ қыздарын оқытатын мектеп-интернат ашылғандығы, және 1891 жылы Торғайда, 93 жылы Қостанайда, 96 жылы Ақтөбеде осы қыздарға арналған интернат училищелер жұмыс істей бастағандығы жайында айта кеттік. Яғни осы сабағымызда кездесетін ұғымдармен жұмыс істей кететін болсақ, кәсіптік мектептер деген ұғымға тоқтала кетсек, өнеркәсіп, ғылым, техника және мәдениеттің әртүрлі салалары үшін жоғары, орта және төменгі білікті мамандар даярлау оқу орны болып табылады. Ал зайырлы мемлекеттер ғылыми білім негіздері оқытылатын мектептер. Интернат дегеніміз жатын орны беріле отырып, белгілі бір санаттағы адамдардың білім беру құқығына мемлекеттік кепілдікті қамтамасыз ететін білім беру ұйымдары. Училище негізгі орта, жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын және мәдениет пен өнер саласындағы техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын оқу орны болып табылады. Ал кәнекей балалар, бүгінгі сабағымызды аяқтай келе қорытындылау сұрақтарын бере кетсек, бізге белгілі Ыбырай Алтынсарин атамыздың «Кел балалар оқылық» өлеңі, осы «Кел балалар оқылық» өлеңі арқылы не айтпақшы болды? Екінші, Ыбырай қандай болуға шақырады? Үшінші, білім мен ғылымның маңызы неде? Білімді болу үшін не қажет? Және де үй тапсырмасы ретінде бәріміз де білеміз, 2007 жылы Ыбырай Алтынсарин белгісі Қазақстанда шығарылды. Енді осы Ыбырай Алтынсарин белгісі кімге және қандай қызметі үшін беріледі? Осыны үйден әлеуметтік желілерді пайдалана отырып, қысқаша мәлімет тауып жазамыз. Қош сау болыңыздар.